Я ысқақ құдай жоқ деп қойыпсың. Иә, білесің. Мына есек ұшады ма, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұғжизасы өтірік дейсіңдер, арабтың ертегі дейсіңдер, соған қандай дәлел бар? Не нәрсеге дәлел? Ертегі екені ма? Енді адам бар ғой, адамзат, адамды айға шығарып жатыр, иә? Бірінші қабат аспаннан шығарып жатыр. Енді Алла тағала адамды 7 қабат аспаннан шығара алмайды деп ойлайсыңдар ма? Жақсы, ол қабылдаймын. Осы аргументіңді қабылдаймын. Менде мынандай сұрақты. Сұрағың тұра тұр. Сен осы аргументті ұстайтын Адамды бірінші қабат аспаннан шығарды, яғни ракетаға. Проблема емес. Проблема емес. Бірінші қабат аспаннан шықты адам. Адамды шығарды. Енді Алла тағала адамды 7 қабат аспаннан шығара алмай ма? Не шығарады болыпты, жарайды. Енді сұрақ, қазақтың ертегілерінде осылай ақтап алуға дайынсың ба? Енді қазақ ата-бабамыз Құран, Құдай бір, Құран шын деп сөзге тоқтаған халық қой. Сөзге, дәлелге неге тоқтаған? Қазақтың демек ертөстікті де ортөстікті де секунд сайын өсірген ол Алланың құдіреті екенін және оның өмірде осылай болғандығын растауға дайынсың ғой? Жоқ, оны растамаймын. Өйткені мен Абай атамыз, басқа қазақ аталарымыз дінге сенген. Мен олардан ақылды есептемеймін өзімді. Ал сен солардан ақылдымын, менікі дұрыс деп ойлайсың. Солай ма? Мен сұрағыма жауап бермедің ғой, неге? Екінші, тағы бір сұрақ. Жоқ, тұра тұр, сен сұраққа жауап бермей сұрақ қоя береді екенсің, қайда барасың? Тұра тұр, сен неге араб халқының ертегісін Алланың құдіретімен ақтап аласың да, өз халқының ертегісін олай ақтауға шаман келмейді? Біріншіден, араб халқы, ана халық деп адамнан артық емес. Құранда айтылған бір халық, бір халықтан. Жақсы, артық емес болса, онда қазақтың да ертегісін кемсітпе, оны да өмірде болған деп неге қорғап шықпайсың? Өйткені қазаққа пайғамбар келіп, сол пайғамбар сөйтіп аңыз ертегі айтпаған. Саған демек сол араб түбегінен шыққан біреу болмаса, сен өз аталарыңды авторитет көрмейсің сен? Жоқ, араб түбегінен біреу дейсің, ол киелі кітаптарда соңғы пайғамбар киелі кітаптарда да айтылған. Соңғы пайғамбар келеді деп. Жоқ, ол саған киелі кітаптардың саған не қатысы бар оның? Онда жарайды, арабтың тарихын бірақ жоққа шығарасың ба?